Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз сіздермен кезекті сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші, өткен жолы оқулықтарды атап өткен болатым сіздерге, 6 сыныптың оқулығын. Соның ішіндегі ең бірінші тақырып, мынау түркі кезеңіндегі Қазақстан. Жалпы енді 6-13 ғасырлардың бас типіне хронологиясы көрсетіліп тұр. Бұл да болса, өзі тестке сұранып тұрған сұрақ. Яғни, түркі кезеңі қай аралықты қамтиды деген сияқты сұраққа. Сонымен енді ең бірінші біз мына түрік қағанатына көшеміз. Түрік қағанаты өмір сүрген уақыты 550-603 жылдар. Бұл енді бұрыннан келе жатқан ақпарат. Кез келген тест жинақтарында осылай берілу керек. Енді әрине мемлекетті қарастырғаннан кейін бірінші мемлекеттің құрылуы жайлы әңгіме болады. Енді түрік қағанатының құрылуына тоқталатын болсақ, бұл Қытай деректері бойынша түркілер алғашқы кезде дейді, Қытай шекарасының батысында Алтай тауларының етегінде өмір сүрді дейді. Бұл жерде ең бірінші сіздер түркілердің мекендеген аймағына назар аударуыңыз керек, яғни Қытай шекарасының батысы Алтай тауының етегі. Қытай деректерінде де түркілерге қатысты алғашқы мәлімет бұл 542 жылдан бастап кездеседі. Түркілер Жужан қағанына салықты темір түрінде төлеген дейді. Бұл Жужан деген кезінде осы аймақта мекендеген өте мықты белді тайпалардың бірі болған. Түрік сөзі өзінің мағынасында берік, күшті деген мағынаны білдіріп, билік етуші Ашина әулетіне байланысты айтылды дейді. Сондықтан түркілердің жалпы қай тайпадан шықты, немесе түркілердің билеушілері қай тайпадан шықты деген мысалы сұраққа жауап беретін болсақ, мұнда ол толықтай Ашина деп айтуға болады. Сонымен қатар мына түркілерді Теле деп те атады. Бұл да бұрыннан тестте келе жатқан сұрақтардың бірі. Енді осы жужандардан түркілер қалай өз егемендігін, өз тәуелсіздігін алып шығуға тырысып бақты. Сондай қақтығыстардың бірі осы 6 ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап жүзеге аса бастағанын көреміз. Сонымен Бумын 552 жылы Жужандар әскерін талқандады. Бұған қатысты жаңағы аңыз бар. Түркілер осы өзінің егемендігін алып шығу мақсатында осы Жужандардың билеушісімен қақтығысқа келіп, жаңағы түрлі себептермен Жужандар алғашқыда түркілерді менсінбейді, бірақ дегенмен түркілер үлкен бір осындай бір жеңіске жетіп, тарихи өзінің орнын алған болады. Одан кейін барып, мынау Бумыннан кейін билік басына келетін Мұқан қаған 553-572 жылдарда билеген түпкілікті Жужандарды талқандады дейді. Сонда Жужандарды түпкілікті талқандаған билеуші кім деген сияқты сұраққа келіп тұр Мұқан қаған. Сонымен қатар орталық Азия мен оңтүстік Сібірдегі өзінің үстемдігін бекітті. Қытай жылнамаларындағы деректер бойынша Мұқан қаған шекара сыртындағы барлық иеліктердің зәресін ұшыртты дейді. Бұндай сөздер өзі тестіларда көп келеді, кейінгі жылдарда келе бастады. Мына сөздің авторы кім, мына сөздің авторы кім деген сияқты. Сол кезде осы мынау Қытай жылнамасы кім жайлы айтылды, мына сөзді айтқан қай елдің жылнамашылары деген сияқты мәліметтер келді. Одан кейін барып мынау түрік қағанатының соңғы билеушілерінің бірі Иштеме қаған қазіргі Қазақстан, орталық Азия аумағын бағындырып, Еділ мен солтүстік Кавказға шықты. Бұл да осы сұраққа сұралып тұр. Яғни Қазақстан, орталық Азия аумағын бағындырып, Еділ мен солтүстік Кавказға шыққан түркілердің билеушісі деген сұраққа Иштеме қаған тұсында түркілер әскери жағынан қуатты империяға айналды дейді. Бұл да болса тестіге сұранып тұрған сұрақтардың мәліметтердің бірі. 6 ғасырдың 80-ші жылдарының соңында түркілер Парсы елімен одақтасты. Бұл енді парсылар, қазіргі ирандықтар өзі сол кезде осы Орта Азияға өзінің үстемдігін орнатуға тырысқан бір мемлекеттердің бірі болды сол тұстағы. Оңтүстік Қазақстан мен орталық Азияда қуатты эфталиттер мемлекетін талқандады дейді. Эфталиттер, бұны біз тарихта Ақхұндар деген атпен білеміз. Бұл мынау қазіргі Ауғанстан аумағынан бері қарай жылжып, осы орталық Азия басып алған кезіндегі тайпалар еді. Түркілер орталық Азияны жаулап алып, Қытайдан жерорта теңіз елдеріне баратын Ұлы Жібек жолының едәуір бөлігіне ие болды дейді. Енді Ұлы Жібек жолы ол орта ғасырлармен тікелей байланысты. Бұл жерде енді Ұлы Жібек жолын кейінгі тақырыптарда да қарастыра жатамыз. Жібек саудасы түркі қағандарына орасан зор кіріс әкелді. Жібек матасын сатып алушы негізінен Византия еді дейді. 568 жылы түрік елшісі Маньях Византияға қағанаттың елшілігін басқарып барды. Түркілер мен Византия арасында парсыларға қарсы әскери сауда келісімі жасалды. Өйткені басында айтып кеттік. Парсылар
енді егер мына осы мәліметтердің бәрін бір-бірімен байланыстыратын болсақ, парсылар негізі осы жерде үстемдік құрғысы келді. Бұл жердегі мақсат Ұлы Жібек жолына иелік ету. Оған келіп мына эфталиттер таласты. Мына жақтан түркілер бар. Сол кезде парсылар мен түркілер бірігіп эфталиттерге қарсы одақ құрады. Эфталиттерді жеңгеннен кейін Ұлы Жібек жолы бойына талас парсылар мен түркілердің арасында жүреді. Осы кезде түркілер Византиямен қарым-қатынас жасайды. Міне сол кезде 568 жылы Маниах Византияға барады. Маниахпен бірге Византия елшісі Земарх қаған ордасына келді дейді. Сонда бізден барған елші Маниах, о жақтан келген елші Земарх. Бұл да тестта жүрген сұрақтардың бірі. Жалпы мемлекеттің ыдырауына тоқталатын болсақ, 6 ғасырдың соңы, 7 ғасырдың басында Қытайдың күшеюі, билік басындағы түрік әулетінің өз ішінде қырғыздардың басталуымен және даладағы сұрапыл жұртпен тұспа-тұс келді. Мұның бәрі қағанатты дағдарысқа ұшыратты. Түркілердің қарсылығын әскери күшпен жеңе алмаған Қытай 603 жылы дипломатиялық жолмен қағанаттың ыдырауына қол жеткізді. Яғни ішкі саясатына араласып келіп, бір-біріне қарсы қойып, бұл жаңағы бірнеше тайпа кіреді түркі қағанатының құрамына. Міне осы Қытайдың араласуымен ішкі таластарсыз нәтижесінде түрік қағанаты, батыс түрік және шығыс түрік қағанаттары екіге бөлінді. Енді әкімшілік әлеуметтік құрылымына келетін болсақ, түрік қағанаты Манчжуриядан Босфорға дейін және Сібірден Парсыға дейінгі жерлерді алып жатты. Енді міне картадан көруіңізге болады түрік қағанатының территориясын. Бұл жерде енді мынау түрік қағанатының екіге бөлінген, яғни батыс және шығыс түрік қағанаты ретінде бөлінгені көрсетіліп тұр. Сондықтан енді егер мысалы осылай карталарды қарасаңыздар, бұл да болса жаңағы мәтін сұраққа сұралып тұратын ақпараттардың бірі. Сондықтан картамен де дұрыс жұмыс жасай білу керек. Қаған мемлекетті басқарды. Сондықтан енді ол мемлекет мысалы түрік қағанаты деп аталады. Жоғарғы сот міндетін атқарды, әскерге басшылық етті. Билеуші әулеттің жас жағынан ең үлкені Қаған сайланды. Қаған Ашина руынан шыққан түрік еліндегі ақсүйек қауымның ең таңдаулы өкілі саналды. Яғни билеушілердің өзі осы Ашина тайпасынан шыққан болады. Зерттеушілер Ашина терминін әрқилы саралайды. Біреулері бұл сөзді текті қасқыр деп атаса, келесілер аспаннан жаратылған деп түсіндіреді. Ұлы Қаған ордасы түркілердің байырғы қонысы Алтайда орналасты. Енді осыған қатысты мәліметтер өте көп беріледі. Алтайға қатысты. Бүгін күнде де біздің қоғамымызда көп талданып жататын мәселелердің бірі. Әскери және азаматтық билікті атқаратындар Ябғу Шат деп аталды. Түрік мемлекетінде қарапайым халықты будун дейді. Бұл жағы мемлекеттердің қатардағы құрамы, яғни көпшілікті құрайтын өкілдер мемлекеттегі. Бектер, ақсүйектер билік тобын құрады. Соғыста ерлік көрсеткендерге қатардағы жауынгер немесе ақсүйек тобынан болсын ер деген атақ берілді. Түрік қағанатында дала тайпалары мен қала тұрғындары Будда христиан дінінен ұстанған және тәңірге табынушылар ретінде өмір сүріп жатты. Ал енді жаңағы түрік қағанаты екіге бөлінді деп айтып кеттік. Соның ішіндегі мына батыс түрік қағанаты 100 жылдай өмір сүрді. 674 жылдарда ұлы дала деген түсінік қазірде біздің қоғамда көп айтылады, өздеріңіз білесіздер. Енді ежелден қалыптасқан ұғым. Ұлы далаға Алтайдан Қара теңізге дейінгі кең байтақ аумақ кіріп жатты. Қағанат халқы 10 оқ тайпа одағына 10 оқ елі дейді. Немесе бұл жағы 10 оқ будун деп те айтуымызға болады. Әр оқ, яғни тайпа бір түмен 10 мың әскер шығарды. Түмен деген сөз 10 мың әскер деген мағынаны білдіреді. Ол кейін осыған дейін де қолданылып келген, осы кезеңдерде қолданылып тұр түмен. Ол мысалы түмендіктер кейін жаңа заман дәуіріне дейінгі аралықта осы қолданылады. Иштемей Қаған, жаңа айтып кеттік, түрік қағанатының соңғы мықты билеушілерінің бірі деп. Қытай деректерінің бірінде 100 мың адамдық әскері бар 10 тайпа қағанат алды. Гумилевтің зерттеуінше Иштемей өлгеннен кейін билікке Тардуштату келеді. Оның тұсында батыс түрік қағанаты түпкілікті жеке мемлекетке айналды. Батыс түрік қағанаты күшейді. Қағанаттың негізін 10 тайпа құрады. Қаратау тауларынан Жоңғарияға дейінгі жерді алып жататын батыс түрік қағанаты шығысында Алтай тауынан, солтүстік батысында Каспий теңізіне дейінгі аумақты өзіне қаратты. Сонымен қатар мынау қағанаттың үстем тайпалары Дулу мен Нушибилер болды. Былайша айтқанда осы мемлекеттің ішіндегі тайпалар не Дулуларға, не Нушибилерге бағынышты болды. Қағанаттың енді негізгі территориясы, яғни аумақтық өзегі бұл Жетісу аймағы. Ябғу, Шат, Елтебер сияқты жоғары лауазымды
қаған әулетіне тиесілі болды. Бұл енді жаңа алдында қарастырып кеткен түрік қағанатының кезінде де осындай болды. Сот қызметін атқарғандар бұйрықтар мен тархандар, кейде бұйрықтарды бұрық деп те беріп жатады. Қағанаттың негізгі халқын ерікті малшылар қауымы, яғни қара будундар құрады. Түркілер отырықшы бағынышты халықты тат, яғни тәуелді алым салық төлеушілер деп атады. Тат бұрыннан келе жатқан тестта кездесетін сұрақтардың бірі. Батыс түрік қағанаты 7-ші ғасырдың бірінші жартысында шегу мен тон қағандардың тұсында өркендеп дамыды. Бұл кезеңдегі әскери жорықтар барысында қағанаттың аумағы ұлғайып, экономикасы дамып, саясаты бекіді. Қағанның қысқы ордасы Шу өзені бойындағы Суяб қаласы болды. Жазғы ордасы Испиджаб маңындағы Мыңбұлақ, яғни қазіргі Түркістан қаласының маңында орналасты. Яғни мемлекеттің екі астанасы бар. Бірі Суяб болса, екіншісі Мыңбұлақ. Бұл да бұрыннан келе жатқан ақпарат. Тестта берілетін сұрақтардың бірі. Тонуяб тұсында орталық Азия мемлекеттерінде қағанаттың қатаң бақылауы орнықты. Оның қол астындағы барлық иеліктерге қағанның өкілдері тұтқындар жіберілді. Сонымен қатар тон ябғу немесе тон жабғу билігі туралы Қытай шежіресінде батыс варварлары ешқашан дәл осындай қуатты болған емес деп айтып кеткен болатын. Ешпар елтеріс қаған билікті күшейтті. Сонымен қатар 10 тайпа немесе 10 оқ будун жүйесін енгізді. Қағанның 10 оқ, яғни 10 түменнен жаңа айтып кеткеніміздей әр түмендегі 10 мың қолдан тұратын әскери жасағы болды. Будун сөзі ел, халық ұғымымен қатар берілді. Енді қағанаттың құлдырауына тоқталатын болсақ, Тонуябғу өлімінен кейін дағдарыс күшейді. Бұл негізгі мәселелердің бірі осы Дулу және Нушиби одақтарының арасындағы қақтығыс болды. Орталық биліктің әлсірегін пайдаланған батыс түркілерден ел бұлғарлары, хазарлар мен қимақтар бөлініп шықты. Таң империясы Жетісуға баса көктеп кіруді күшейтті. Батыс түркілер Қытайға тәуелді болып қалды. Осының нәтижесінде бұл түркі тайпалары бірнеше мемлекет құрды. Төменгі Еділ бойында және солтүстік Кавказдың шығысында Хазар қағанаты құрылды. Яғни батыс түрік қағанатынан бөлініп шыққан мемлекеттер ретінде айтып өтуімізге болады. Еділ бұлғарларын, Хазарлар мен қимақтарды, болмаса басқа да мемлекеттерді. Қазір Қазақстан аумағында 3 мемлекет. Яғни Қазақстанның батысында Оғыз, солтүстік шығысында Қимақ және Жетісуда Түргеш мемлекеті қалыптасты. Бұл да болса біздің Қазақстан тарихындағы негізгі мемлекеттердің бірі. Олардың бәрін біз қарастырып шығамыз сіздермен бірге. Енді мынау осы батыс түрік қағанатының тұсында немесе құлдырау нәтижесінде пайда болған мемлекеттер ретінде картадан көріп өтуімізге болады. Бұл да мәтін сұраққа сұралып тұр, өздеріңіз байқасаңыздар. Экономикасына тоқталып өтетін болсақ, батыс түрік қағанаты көшпелі және отырықшы егіншіліктің біртұтас жүйесі дамыған аймақ ретінде танылды. Қол өнермен де, сауда, егіншілікпен де, мал шаруашылығымен де айналысты. 6-8 ғасырларда Шу алқабында түркі, соғды, сириялықтар мен парсылар қоныстанған, 20-ға жуық ірі қалалар мен қоныстар болды. 7-ші ғасырда Қытай саяхатшысы Жетісу өңірінде жер өңдеушілер мен қолөнершілердің көп екендігін жазып кеткен болатын. Бұл да болса Жетісуда жалпы сауда, қолөнердің дамығандығын көрсетеді. Енді шығыс түрік қағанатына тоқталатын болсақ, шығыс түрік қағанаты негізі осы түрік қағанатының құрамынан бөлініп шыққаннан кейін негізі алғашқыда Қытайдың ықпалына түсіп қалады. Соның ұзақ жылғы күрестің нәтижесінде 682 жылы шығыс түркілер өздерінің билігін қайтадан қолына алады. Қалпына келген мемлекет енді осы күнгі Моңғолияның аумағында құрылды. Шығыс түрік қағанаты Қапаған қаған тұсында орталық Азияның бағындырды. 716 жылы Білге қаған шығыс түрік қағанатының билеушісі болды. Қапаған болсын, Білге қаған болсын, бұл шығыс түрік қағанатының мықты билеушілері ретінде тарихта қалды. Білге қаған мен оның інісі Күлтегін түрік қағанатын қайтадан өркендетіп дамытқан болатын. Қытаймен соғыстағы жеңіс арқылы бейбіт келісімге қол жеткізді. Осының өздерінің кінәларын мойындаған Қытай Түркі ордасына үлкен көлемде жібектер жіберіп отырған болатын. 731 жылы Күлтегін көп ұзамай Білге өмірден өтті, яғни қайтыс болды. Архон өзені маңында Білге мен Күлтегінге арналған құлпытастар орнатылды. Біз оны Архон Енисей жазбалары деген атпен тарихтан білеміз. 744 жылы біріккен ұйғыр және қарлық күштері шығыс түрік қағанатын талқандап, осы кезеңнен бастап шығыс түрік қағанаты өзінің өмір сүруін тоқтатады. Бірақ бір ерекшелігі енді мына тестта келетін сұрақтардың бірі, тестқа сұранып тұрған ақпараттардың бірі. Ашина әулеті өмір сүруін тоқтатқан
мемлекет, яғни шығыс түрік қағанаты қалай құлады, сол кезден бастап Ашина әулеті өзінің көп ғасырлар бойғы билік жүйесінен кеткендігін көруімізге болады. Енді келесі мемлекет жаңағы Батыс түрік қағанатының ыдырауы нәтижесінде пайда болған мемлекеттердің бірі мынау Түргеш қағанаты 704-756 жылдарда өмір сүрген. Енді халық мен жер аумағына тоқталатын болсақ, бұл 6 ғасырда Батыс түрік қағанатының құрамында болды. Енді ол Батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін пайда болған мемлекет болғаннан кейін міндетті түрде соның мұрагері ретінде тоқталып кетуіміз керек. Олар Іле Шу өзендері аралығын қоныстанды. Шу түргештері, сары түргештері деп аталса, Іле түргештері, қара түргештері болып екіге бөлінді. Яғни жаңағы Батыс түрік қағанатында Дулу, Нушеби тайпалар болған болса, ал мына Түргеш қағанатында енді сары түргештер мен қара түргештер деген осындай тайпалық одақтар қалыптасады. 7-ші ғасырдың соңында түркілердің Қытайға күресі басталды. Соның нәтижесінде 704 жылы түргештер Жетісуда өзінің саяси үстемдігін орнатты. Бұл сонымен қатар жаңа алдында қарастырып кеткен Батыс түрік қағанатының құлауымен тікелей байланысты болады. Енді Түргеш қағанатының негізін қалаушы ретінде Үшлік қаған қалды. Бұл кейбір оқулықтарда үш елік деп те аталады. Бұл билік басына келгеннен кейін, яғни Үшлік елді 20 әкімшілік аймаққа бөлді. Орталығы Батыс түрік қағанатындағыдай Шу өзенінің бойындағы Суяб болды, бірақ екінші ордасы Іле өзенінің бойындағы Күнгіт қаласына көшірілген болатын. Алдында Батыс түрік қағанатында өздеріңіз естеріңізде болса Мыңбұлақ деп аталған болатын. Бірақ Суяб екінші мемлекетте астана болып отыр. Түргеш қағанат тарихындағы әйгілі билеушілер бұл Үшлік және Сұлу қағандар, немесе Сұлық қаған. Енді осы тұс, яғни 8-ші ғасырдан бастап бізге бір үлкен күштер шапқыншылық жасай бастады. Енді осыған дейінгі біз Қытайдың осы Орта Азияға деген үстемдігін орнатуға ұмтылысын көрген болатынбыз. Енді осы Қытайларға жаңа бір қарсылас арабтар қосылады. Сөйтіп Түргеш қағанаты оңтүстік батыста арабтармен және оңтүстік шығыста Қытай басқыншылығына қарсы күресіп отырды. Сонымен қатар тағы бір қарсыластың бірі кезіндегі мынау түрік қағанатының құрамынан бөлініп шыққан шығыс түрік қағандары болды. Сонда Түргеш қағандары осы үш негізгі қарсыласпен күрес жүргізуге мәжбүр болды. Енді бұның ішінде біздің тарихымызда өте маңызды рөл атқарған қарсыластық шапқыншылықтардың бірі бұл араб шапқыншылығы болып табылады. 7-ші ғасырдың екінші жартысында арабтар Орталық Азияға басқыншылық жорықтарын бастады. Үшлік 706 жылы соғдыларға көмек беріп, Бұхара түбінде араб әскерлерінен соққы берді. Алайда көп ұзамай араб қолбасшысы Кутейба ибн Муслим одақтастар арасындағы келіспеушілікті пайдаланып Орталық Азия жерін басып алады. Сыртқы басқыншылармен белсенді күресті жүргізген бұл осы түргеш билеушілерінің ішінде бір Сұлық қаған болды. Сұлық қағаны билік құрған жылдары 715-738 жылдар болып келеді. Сұлық сонымен қатар бұның тұсында болған бір өзгеріс, бұл әкімшілік орталық, яғни мемлекеттің астанасы Таразды көшіру еді. Осы Сұлықтың ерлігі үшін, арабтарға қарсы жүргізген соғыстағы нәтижелер үшін Сұлықты арабтар Абу Музахим, яғни сүзеген деп атап кеткен болатын. Бұл да болса осы кімнің Сұлықтың өте мінезді адам екендігін көрсетеді. Қытай әскерлері 740 жылы Таразды басып алып тонады, Суябты қиратты, бірінші астана болып табылатын. Ал 751 жылы Тараз маңындағы Атлақ қаласында арабтар мен Қытай әскерлері арасында үлкен шайқас өтті. Түргештер мен қарлықтар араб жағына шығып, соғыс 5 күнге созылды. Шайқаста Қытай әскерлері толық талқандалған болатын. Енді Атлақ шайқасының маңызына келетін болсақ, бұл Қытайлар Жетісудан толықтай қуылды. Арабтар Орталық Азияға аумағына шегінді. Түркілер арасында ислам мәдениеті тарала бастады. Бұл жердегі енді маңызды мәселе, бұл енді Түргеш қағанатының әлсірегендігін көрсетіп, жаңа бір мемлекеттің пайда болуына бастама болған шайқастардың бірі еді. Жетісуға Алтай Тарбағатайдан қарлық тайпалары қоныс аударды. Әлсіреген Түргеш мемлекеті қарлықтарының қысымымен 756 жылы толықтай құлады. Түргеш қағанатының құлау себептері Қытай және арабтармен соғыс, және шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым, қара және сары түргештер арасында қақтығыс деп айтуымызға болады. Енді осы кезеңде Жетісуға көшкен тағы бір тайпалардың легі анықталды. Бұл соғдылар еді. Соғдылардың Жетісуға қоныстануы 6-8 ғасырлар аралығында жүрді. Осы жайлы танымал шығыстанушы Бартель
бірнеше себептерін, оның ішінде нақты 3 себебін айтып кеткен болатын. Бірінші, Бартольдтың пікірінше соғдылар Жетісуға саудаға байланысты қоныс аударды дейтін болса, екіншіден соғды еліндегі тақ күресінің өршуі осы аймаққа көшуге негізгі себеп болды дейді. Және үшінші себеп ретінде орталық Азияны арабтардың жаулауы дейді. Сол себепті араб шапқыншылығынан ығысқан соғдылар келіп Жетісуға орналасты дейді. Бұл да бұрыннан келе жатқан тесттің сұрақтарының бірі, сондықтан ақпаратты ескеріңіздер. Соғдылардың Жетісуға қоныс аударуы 7-8 ғасырларда егіншілік пен қала мәдениет тарихында ерекше орын алды, елеулі із қалдырды. Түркі тілді ортаға түскен соғдылар жергілікті тұрғындардың тілін, жергілікті тұрғындардың мәдениет мен әдет ғұрпын қабылдады, сөйтіп түркіленіп кеткен болатын. Танымал біздің 11 ғасырдағы түркітанушы ғалым Махмұд Қашқари айтып кеткен болатын, соғдылар арасында түркше сөйлемейтіндер жоқ дейді. Олардың болмағандығын жазады дейді. Бұл да тестта келетін сұрақтардың бірі. Енді келесі Қарлық қағанатына тоқталатын болсақ, бұның өмір сүрген уақыты 756-940 жылдар. Жаңа Түргеш қағанаты әлсіреп құлайтын кезде Қарлық қағанатының қалай Жетісуға келіп орналасқандығын және түргештердің орнына билікке келгендігін жазып кеттік. Енді ең бірінші берілетін ақпарат бұл жер аумағы мен халқына байланысты болып келеді. Қарлықтар өзі мекендеген жері Алтай мен Балқаш көлінің аралығында. Ибн әл-Фақих 10 ғасырда олар, яғни қарлықтар жайлы айтады, көне түркілер деп атап кеткен болады. 7 ғасырдың соңында өзі қарлықтар шығыс түрік қағанатының ықпалында болды. Біріккен ұйғыр қарлық күштері шығыс түркілердің билігін құлатқан болатын, бірақ бұл көп жеңіс ұзаққа созылған жоқ, себебі өзара қақтығыстар басталды. Жаңа мемлекет ұйғыр қағанаты құрылған болатын 744-840 жылдарда. Бұл да тестта келетін сұрақтардың бірі. Ұйғыр тайпаларының билеушісі Қаған қарлықтар көсемі Жабғу лауазымын алды. Бұл да болса, ең бірінші қарастырып кеткен түркі қағанатына тікелей байланысты екендігін көруімізге болады. Ол жерде де Қаған, Жабғу немесе Ябғу деген титулдар кездесіп тұрды бізде. Қарлықтар дербестікке ұмтылды, ұйғырлармен соғысып көрді, бірақ соғыс нәтижесіз болды, жеңіліс тапты. Ұйғыр жазбаларында ит жылы дейді, яғни 746 жылы батысқа қарай Онох еліне қашты деп қарлықтарды көрсетеді. Осылай міне қарлықтар Жетісуға келіп, Оғыз тайпаларының қарсылығына кескен болатын, бірақ енді өзі тарихта көргеніміздей 8 ғасырдың ортасында қарлықтар Оғыздарды Жетісудан Сырдарияның төменгі ағысына қарай ығыстырып жіберді. Сөйтіп өздерінің үстемдігін орнатты. Қарлықтардың енді Жетісудағы билік жүргізуіне келетін болсақ, жаңа алдындағы тақырыпта қарастырып кеткенімізде 756 жылы түргештерді ығыстырып, өздерінің саяси үстемдігін орнатты. Сөйтіп бізде осы аймақта орта ғасырлық мемлекеттердің бірін қалыптастырған болатын. Қарлықтардың да астанасы енді ол жаңағы батыс түрік қағанатынан түргештерге көшкені сияқты, бұлардың да ордасы негізгі астанасы Суяб болды. 8-10 ғасырларда қарлық тайпалар Жоңғар алатауынан Сырдарияға дейінгі үлкен аймақты мекендеп жатты. Араб деректерінде дейді, 10 ғасырдағы қарлықтар жерін батыстан шығысқа дейін жүріп өту үшін 30 күн қажет еді дейді. Бұл да тестта келетін сұрақтардың бірі. Мемлекеттің құрылымы бойынша алғашқы мемлекеттің басында Жабғу отырды. Ол жаңағы ұйғыр қағанатынан жеңіліс тапқаннан кейін қалыптасқан осындай бір титул ретінде айтуымызға болады. Жекеменшік дамыды. Араб парсы деректерінде 9-10 ғасырларда қарлық бірлестігі көптеген ру тайпалық топтардан тұрғандығын көреміз. Беделді тайпалардың бірі Бұлақ болды. Бұлақта бұрыннан тестте келе жатқан сұрақтардың бірі. Көшпелі тайпаларды басқарушы Ақсүйек қауымы тек жайылымға ғана емес, қалаларға да иелік етті. Қарлық еліндегі 25 қала мен қоныстың көпшілігі Ұлы Жібек жолы бойында орналасты. 840 жылы Енисей қырғыздары осы қарлықтардың қолдауымен ақыры түпкілікті ұйғыр қағанатын құлатқан болатын. Осы жағдайда дейді Қарлық Жабғу пайдаланып, ұйғыр қағанатын бағындырып, сол жылы Қарлық Жабғу Қаған лауазымын иеленді. Сонда бұл жерде қарлық билеушілері, яғни Жабғу титулын Қаған титулына қашан айырбастады деген сұраққа келетін болсақ, онда ол толықтай 840 жыл деп айтуға болады. Қарлықтарды арабтармен күрес жүргізді. 9 ғасырдың 20 жылдарында орталық Азияда саманилер әулетінің билігі орнаған болатын. 840 жылы саманилер түркілерге қасиетті, яғни Ғазауат соғысын жариялап, Испиджабты басып алды. Бұл қала оңтүстік Қазақстанда ислам тарату орталығына айналған болатын. 9 ғасырдың соңында саманилер Таразы және оның маңындағы қалаларды басып алып, тұрғындарын ислам дініне тартты. Араб басқыншылығы нәтижесінде қағанат әлсіреп, енді үлкен қауіп төндірген тайпалардың бірі бұл Қашқар
аймағынан төне бастады. Сөйтіп келіп 940 жылы Қашғар түркілері Баласағұн қаласын басып алды. Осы оқиғамен Қарлық мемлекетінің өмір сүруі аяқталады. Яғни Қарлық мемлекеті 200 жылдай өмір сүріп барып құлаған болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақты осымен аяқтаймыз.